Ассаламағалейкум достар. Бүгін кәсіпкерлік 21 әдеттің 10-шы күні және де 10-шы сабағы. Бүгін сіздермен бірге кәсіпкердің, жалпы кәсіпкердің ғана емес, жалпы адамдардың қарым-қатынастың дағдылары. Осыны сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Жалпы қарым-қатынас деген не нәрсе? Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы жайында бір аз сәт қана бір ойланып көріңіздерші. Өз бойларыңызда қарым-қатынас деген кезде не нәрсе түседі? Және де сіздер оны өздеріңіздің ой еліктеріңізден қалай өткіздіңіздер? Сіздер не қабылдап алдыңыздар деген сияқты осыны бір өздеріңіз бір отырып, бір ойланып көріңіздер. Жалпы кәсіпкер адам деген ол қандай адам болу керек? Кәсіпкер адам деген ол сенімді адам болу керек те. Сенім деген ол қарым-қатынас дағдыларының ең бірінші пункті. Сіз сенімді адам болмасаңыз өзіңізбен, сенімді адам болмасаңыз отбасыңызбен, сенімді адам болмасаңыз досыңызбен, қоршаған ортаңызбен, өзіңізге жұмыс қалған адамдарыңызбен, өзіңізді тұтынушыларыңызбен, ағаларыңызбен, бауырларыңызбен, жалпы адамзатпен сенімді сіз болмасаңыз, онда сіз қарым-қатынасты құра алмайсыз. Біз сенім деген кезде, кейбір кезде қалай айтсам болады, орысша айтайын деп тілім жетпей қалды ғой. Жалпы сенім деген кезде біз кейбір кездерде сенім бар екенін білеміз де, бірақ та өзіміз соны орындамаймыз. Неге біз өзіміз орындамаймыз соны? Достар, біз ең сенімді болып, досыңыздың бір көмек сұраған кезде бір көмектесіп жіберетін деген сияқты болады ғой. Қазақта бір сөз бар да, керемет бір айтылған сөз. Қазіргі заманда кішкене басылып жоғалып бара жатқан сөздердің бір деп айтуға болады. Ұят болады деген. Ұят болады. Біздің бетімізде бар болған кезде ғана сіз досыңызға егерде бір уәде берген кезде сіз уәдеңізде тұрасыз. Уәде беру деген қарым-қатынас дағдыларының екінші несі. Сіздер уәде бердіңіз ба? Уәдеңізде тұрыңыз. Сол кезде ғана сіз ең сенімді аласыз. Біздің пайғамбарымыздың неге ең сенімді деп әлем айтатын? Әлем емес, өзінің бүткіл араласқан адамдары бұл ең сенімді деген сондай бір ол пайғамбарымыздың Мұхаммед емес, ең сенімді адам деген. Сол кездері пайғамбарымыз Мұхаммед Амин деп айтатында, яғни шыншыл деген сөзде, және де біздің пайғамбарымыз ол бізге үлгі болып келетті. Қарым-қатынас дағдысы қалай болу керек десе, міне осы адамның да өміріне қарауға болады. Мен сіздерге жалпы айтайын дегенім, кәсіпкер ретінде сенімді болатын болсаңыз, ағайын туысқандарыңызбен және де басқа адамдармен сенімді болатын болсаңыз, онда сіз міндетті түрде серіктесіңізбен де сенімді бола бастайсыз. Тұтынушыңызбен де сенімді бола бастайсыз. Сенімге кірген кезде барып, сізге кез келген инвестицияны ағаларыңызда, басқа адамдарда төлей бастайды. Сізге уже сенім деген ол керемет қару да, мынандай қару. Сізге тұтынушыларыңыз да сенген кезде өздері кеп, менің аягөзде тұрған кезде апалар келетін. Басқа адамнан алмайын, осы Мұраттан алайыншы. Байса осы Мұрат байысыншы деген сияқты дүниені айтатында. Ол не деген сөз? Маған апалардың сенгені де біріншіден, екіншіден бата жасап кетеді. Сол кезде әмин апа айтқаныңыз келсін, Алла разы болсын. Апа сізге бір сыйлық деп, соның арасында бір күліп ойнап нетіп қоясың да. Кейбір кездерде болады, енді елдің бәріне ақша бере алмайсың, басқа нәрсе бере алмайсың, бірақ та жымию, ол да бір керемет бір садақада. Сіз енді басқа адамға қарым-қатынасыңызды жақсылап күшейткіңіз келетін болса, жымиыңыз, күліңіз, әрекет жасаңыз, және де ешкімнің ақысын өткетпеңіз, ешкімді ренжітіп кетпеңіз. Ренжіту, егер де осындай дүние болған болса, кешірім сұрауға жүгіріңіз. Сіз мұсылмансыз ба? Мұсылман болған соң сіздің 3 күн ғана ренжуге қақыңыз бар. 3 күннен ары қарай ренжуге қақыңыз жоқ. Біз сіздермен алдында қалай тапсырманы, қалай өзімізге тиімді мақсаттар құру, қалай өз денсаулығымызды қарау деген сияқты дүниелерді қарадық қой. Бірақ мынау да, мына қарым-қатынасты сақтау, қарым-қатынасты өсіру, үлкейту деген дүние, бұл кәсіпкердің бір керемет, өзін өзі өсіретін, өзін өзі жетілдіретін керемет дағдыларынан.
осыны естеріңізге сақтап, осыны бойларыңызға дарытыңыздар. Сіздерге тапсырма. Енді қарым қатынас жайында дұрыстап отырып ойланып көріңіздер. Өмірлеріңізді, ой електеріңізден өткізіңіздер. Сіздер енді бала күніңізден бастап қай жерде тудыңыздар, дәл қазір қай жердесіз, қазіргі жағдайда қандай жағдайдасыз, состояниедесіз. Ең бірінші, жолдасыңызбен қарым қатынасыңыз қандай жағдайда? Балаңызбен қарым қатынасыңыз қандай жағдайда? Ата-анаңызбен қарым қатынасыңыз қандай жағдайда? Ең бастысы өзіңізбен қарым қатынасыңыз қандай жағдайда? Және де Алла тағаламен қарым қатынасыңыз қандай жағдайда? Содан кейін барып, иншалла, қоғамыңызбен қарым қатынасыңыз жағдайда. Осының бәрін ара-жігін ажыратып жазыңыздар. Егерде біреуін ренжітіп қойған болсаңыз, егерде сіз өзіңізді ренжітіп жүрген болсаңыз, онда өзіңізбен қарым қатынасыңызды жөндеуді бастаңыз. Бүгіннен бастап осы тапсырманы орындап, иншалла, тапсырма бөлігіне жүктеңіз. Алла тағала баршаңызға берекетін берсін. Осы тапсырмаларды белсенді түрде орындап, стористарыңызға салып, және де басқа адамдармен мейлінше пайдалы болуға, бөлісуге тырысқан адамдарға, белсенді болған адамдарға мен 21 мың теңге беремін. Сіз өзіңізді ғана ойлап, заметкіңізге жазып алып, тапсырмаға салып қойсаңыз, онда бұл тапсырманы өзіңіз үшін орындадыңыз. Есіңізде болсын. Көбірек 10-20 адамға бөлісіп, өз сторисіңізға бөлісетін болсаңыз, иншалла, сол кезде сіз басқа адамдарға пайдалы боласыз, және де сіз өзіңізге ғана емес, Алла тағаланың алдында да сенімді, адал боласыз. Қарым қатынас дағдыларын мен не үшін қозғадым? Кәсіпкер ағаларымыз не үшін қозғап жүр? Сіз Алла тағаламен қарым қатынасыңызды реттеген кезде, сіз өзіңізбен қарым қатынасыңызды реттеген кезде, сіз отбасыңызбен қарым қатынасыңызды реттеген кезде, және де қоғамыңызбен айналаңыздағы адамдардың бәрімен қарым қатынасыңызды реттеген кезде, сіздің жағдайыңыз түзеледі. Дәл қазір, дәл бүгін белсенді түрде өміріңді, жағдайыңды өзгерткен келсе, дәл осы қарым қатынастан баста. Алла тағала баршаңызға берекетін берсін.